Тоқай Қытайға барады. Келісімшартқа қол қойды. 5-ақ күндік тағдырларың. Қалай шешім қабылдайсың, қазағым? 5 күннің ішінде шешім қабылда. Той-тойлап, мына саясатта менің қақым жоқ деп жүре берсең, біткен жерің сол. Ендігі сенің тағдырың сол оңтүстік шығыс Азиядағы Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Бирма, Тайланд, Индонезия, Малайзия, Филиппин сияқты болады. Бұл елдердің бәрінде ең кем 30%, былайында 50-60% Қытай жасайды. Осының бәрі Қытайдың демографиялық экспансиясы. Бүкіл оңтүстік шығыс Азиядағы көршілерін сол демографиялық қауіп төндіріп отыр. Біз де солай боламыз. Мынау Тайвань мәселесінде Қытай әдейі қоқақтап отыр, анығында Қазақстанда міне қалпақпен ұрып жаулап алмақшы. Қытай ешқашан қаруымен қауіп төндіріп отырған жоқ, демографиясымен, халқымен. Біз 20 миллионға жетпейтін халықпыз. Жеріміз ұлан-ғайыр. Енді бұл жерге Қытай небәрі 1-2 жылдың ішінде 5-6 миллион Қытайын жіберсе, бітті, болды, жеткілікті. Бізде не дін дұрыс емес, бізде не ұлттық менталитетіміз, ұлттық құндылығымыз дұрыс ұсталмаған. Жастар кетті тәрбиесіз. Сәбет сасыған, орыс тәрбиесін көрген алдыңғы буыннан одан өнеге жоқ. Дін быт-шыт тасталқан. Халық кедейшілік, қайыршылықтың ішінде жүр. Байлар арсыз, өңкей, ұры-қары, қарақшы. Ал халықтың көзін ашатын, алға сүйреймін дейтіндерде не қолында білік, не құдірет, күш жоқ, билік жоқ. Ал осындай жағдайда сенің қалың не болмақ, қазақ? 1 миллион қазақтың кәрі қызы, орыстың кәрі қызы, мейлі қазағы болсын, орысы болсын, өзбек, тәжік, татары болсын, украины болсын, ұйғыры болсын, өзбегі болсын, Қазақстан паспорты бар 1 миллионы Қытайға тисе, бітті, болды. Ертең Қазақстанда ойбай 138 ұлт бар, 150 ұлт бар деп жүргендерге Қазақстанда қазақтан кейінгі екінші диаспора болып Қытай тұрады. Сонда көресің көкесін. Ертең солар Қазақстанның азаматтығын алады біздің парақор шенділер арқылы. Сосын олар қазақтың жаңағы мемлекетіне таласа бастайды, саяси партия құра бастайды. Міне анау Қытайдың Шиян дейтін ескі қаласында бүкіл дүние жүзіндегі Қытай диаспораларының жиыны ашылыпты. Оны Ши Цзиньпин ашыпты. Оған Қазақстаннан қытайшылдар барған. Кім барған? Қазақстандағы қытайшылдардың атамандары барған. Бұл Қытай диаспорасы деген өзі Қазақстан азамат екен. Ана жақтағы Қытайдың басшысының жиынына қатысады екен. Ұлт сатқыны деген сол. Ұлт сатқыны деген сол. Ал Қытай диаспораларының халықаралық жиыны ол Қытайдың екінші категориядағы, екінші деңгейдегі мемлекеттік шпиондық барлау қызметін атқаратын Қытай бірлік сабы дейтін ұйым басқарады. Оны ағылшын тілінде Единая фронт дейді, орыс тілінде, ағылшын тілінде United Front дейді. Қытайша Туңжанбу дейді, толығы Туңи Жаншанбу дейді. Қазақша бірлікке келген шеп, бірлік сап деген содан шығады. Бұл шеп, соғыс. Қытайдағы Жаншан, ол не? Соғыста бізбен бірге тұратындарды бірлікке келген дейді, бірлескен дейді. Жаншан деген кәдімгі алдыңғы шеп дегендегі шеп, соғыс. Бұл соғысқа пайдаланатын шпиондар. Ұлт сатқындар бар. Бәрі Қазақстан азаматы. Ал қазақ сен бір видео жолдап қойып отырсың. Ең батырың, ішінде ең кереметің, алайғанда сұмдық енді, кеудесін оққа тосатын. Оның өзің 100 қазаққа жетпейсің. Анда мында бір ауылдардан бір топ адамдар, қаладан бір топ жастар Қытайдың визасыз режиміне қарсымын деді, бітті, болды. Одан ары не өнді? Ештен халықаралық медиа жазды ма? Жоқ. Бір оқиға болды ма? Жоқ. Қазақтар өсті видео үндеу жолдапты. Нью-Йорк Таймс қайтып пысқырмайды, Вашингтон пост қарамайды. Олар қандай оқиға болса жазады? Бір ақпаратқа жазатындай оқиға болса жазады. Бір қазақ үстіне бензин құям деп кранның үстіне шықса, 100 қазақ жиналып, 1000 деменші, 100 жиналып ереуіл өткізсе, оның 15 күннен қамалса, сотталса, оны халықаралық медиа өстіп Қытаймен визасыз режимге қарсы наразы қазақтар қамалды, сотталды десе, біреу кранның басына шығып ақпаратқа шықса, тікелей эфирде сөйлесе, шетелдің елшіліктерінің алдында ереуілге шықсаңыздар,
Мынау бүкіл 15-16 қалада, облыс орталықтарында жаппай біртұтас жалпы беттік наразылық болса, бүкіл ел біртұтас үстіне плакаттар іліп, қағаз алып шықса, жастар айғайласа, Қытайдың туын өртесе, Жаркенттің халқы мына Қытаймен шекарада тас жолды жауып тастаса, дәу техникаларды әкеп жаңағы, тау тастарды әкеп, блоктарды әкеп қойып тастаса, мына темір жолды қиратып тастаса халықтар, Қытайдың пойыз өтпесін, Ресейге баратын әскери техника жүрмесін десе, мына Ақтөбенің, Оралдың, тағы басқа Ресеймен шекараласатын жерде халықтар Ресейге өтетін жолдарды қиратып тастаса, жауып тастаса, блок қойып тастаса, ереуілге шықса, сонда батыс ақпаратының назар ауады. Сонда бар батыстың саясаткерлерінің назар ауады. Ой, мына біз Украина мен Ресей ортасындағы қару-жарақ соғысқа назар аударып жүргенде, мына бейшара қазақтар өздері шырпыр боп, мына Қытай мен орыстың ортасында шырпыр боп жатыр екен. Мына қазақтарға да көмек берейікші дейді. Сонда бар жұмыс болады. Қазақтар саяси сауатты болу үшін саяси күрестің жолын дұрыс таңдайық. Ақпарат және ақпарат. Ереуіл. Өзіңнің наразылығыңды білдіретін бір тәсілді ойлап тап. Мен енді саған оң қолыңа қалам алып, сол қолыңа қағаз ұстап тұрып, мынандай жазу жаз деп айтудың керегі жоқ. Қандай наразылық жасай аласың? Қандай ерлікке, батырлыққа бара аласың? Мысалы, мен айтайын саған образ. Бір Қытайды тауып алып, көзіңді алайтып көрші. Бір Қытайды тауып алып, көзіңді алайтып көр. Бір Қытайды тауып алып, көзіне шұқып көр. Ұрма әрине. Мен қазағымнан бір ерлік күткім келеді. Қытайға қарсы ұйымдасқан. 15 күнге қамалыңдаршы. 10 мың қазақ қамалыңдаршы. 15 күнге айналайын. 15 күн өкіметтің тегін тамағын жеп қайтыңдаршы. Өлмейсіңдер 15 күнде. Түрмеден біз де шықтық. Бәлем мәрте сотталдық. Өлген жоқпыз. Өлмейсіңдер. Керісінше дүниенің назарын аударасыңдар. Украинаның үкіметіне Америка, Еуропа қаш, шетелде босқын үкіметін құр деді. Government in exile құрыңдар, біз көмектесейік деді. Сонда Украинаның өңкей жастардан құралған үкіметі қашпаймыз, орыспен соғысамыз деді. Олар ұзаса бір әтте шыдас береді деді. Еуропа, Америка сөйтіп айтты Украинаны. Украина міне 14 ай болды орыспен соғысып келе жатыр. Бір күнде Киевті аламыз деген орыс, міне 1 жыл 2 айдан бері Киевті ала алмай отыр. Енді міне Бахмуттан айырылды. Енді шегін кел жатыр. Енді Украина қатаң сөзін айтып тұр. Қырымды аламыз деп тұр. F-16 берілді Украинаға. F-16 деген сөз енді Украина Қырым түгілі Мәскеуді бомбалай алады. Блинкен кеш айтты, Американың бас хатшысы. Украинада адамда жеткілікті, қаруда жеткілікті, мамандар жеткілікті. Батыстық қаруларды қолдан алатын мамандар да тәрбиеленіп болды деді. Украина енді шабуылға шығады. Ал соның барлығы сол халықтың өзінің ерлігінен. Батыры бастады, халқы ерді. Бізде батыр жоқ емес, бар. Біз батырларымызды өлтіріп тастап қарап отырдық. Заманбек болды, ой, бұл жақсы демет, иманды болсын дедік, болып бітті. Алтынбек өлді, о жақсы демет, иманды болсын. Сол көмуге асықтық. Сол Заманбектің мәйітін көтеріп жүріп Назарбаевтан соның есебін алуды білмедік. Көмуге асықтық. Дулат Ағаділ және оның ұлы қор болып өлтірілді. Жылап-жылап қоя салдық болды. Бізден Зеленскийлер миллиондап шықты. Алаш арыстарының әрқайсысы Зеленский болды. Еретін халық болған жоқ. Жәннаттық болсын деп дұғамызды тілей салдық та тыныш отырып қойымызды бағып кеттік. Сосын қойдан жаман қор боламыз міне. Мынау Қытайдың мәңгілік қазақ жерінің демографиялық жаулауына 5-ақ күн қалды. Май айының ортасында 2023 жылы ұлтымыздың мәңгілік қасіреті болатын келісімшартқа Тоқаев қол қояды. Енді не істейсің қазағым? Енді қолыңнан келетіннің бәрін істеп қал. 5 күннен кейін кеш болады. 5 күннен кейін кеш болады. Қолыңнан не келеді істеп қал. Қолыңнан келетіннің бәрін істеп қал қазақ.
Анау трассаларды күрегіңмен қазасың ба, кетпеніңмен шабасың ба, шап. Қысқасы бірдеңе істеңдерші қазақтар, айналайындар, қамалатының қамалып. Плакат алып шықта қамалып шықшы. Ертең ұлт батыры боласың. 15 күнде сені ешкім өлтірмейді. Жандарың не деген тәтті қазақтар. Кешегі батырларымыздың рухы қайда қалды? Бүкіл жақсыларымызды орыстар қырып тастап, өңкей тобырымыз қалдық па? Не болдық халқым? Осыншалық ез боламыз ба? Мына Қарақытай қаптады міне. Қарақытай қаптады. Ол орыспен ымыраға келген Қытай. Орысқа қару керек, ақша керек. Путин әбден барар жер басар тауы қалмай қалды. Содан Қытайдан көмек алатын болды. Қытай айтты. Қазақстанды мен алам деді. Путин ладно деді. Бітті болды. Келісіммен келіп отыр. Ал Тоқаевқа кім оның тағын қорғап берсе, сол оның құдайы. Міне Мәскеудегі 9 майдағы парадқа барып келді. Орыстың күйеу баласы қайын жұртына барып қайтты. Қайтты ма, қайтпады ма белгісіз. Күйеу баласына олар енді шошқаның төсін мүжіткен болу керек. Қанша шошқаның төсін мүжірді екен, келгенде сұрарсыздар. Ал енді былайынан Қытайға сатпақ. Қытайда, Орыста бір күнде құрып кеткен күнде де Тоқаев шауып барып, Иранға барып мені қорға дейді. Себебі ол өзінің мына қазақ халқына жау екенін біледі, қазақтың оған жау екенін біледі. Сондықтан ол өзінің тағын сақтайтын, жанын сақтайтын кез келген біздің жауымызбен ол одақ болады. Ал қазақ сен өзіңді өзің құтқарасың. Сені өзіңнен басқа ешкім құтқармайды. Алла бар. Алла бар, бірақ Алла бар дегенмен Алла сені құтқармайды. Алла саған ескертті, жазды, пайғамбарлар жіберді, кітап түсірді, бітті, болды. Алла сені жерге түсіп құтқармайды. Мына қазақ обал бопты деп құтқармайды сені. Бұл дүниеде қарекет бар, сұрақ жоқ. Ал ол дүниеде сұрақ бар. Алла бұл дүниеде килікпейді. Жарату менен, жаралу сенен деді. Аллаға тапсырайық. Аллаға тапсырайық деп айтқандар. Ұлттың басына ең үлкен қауіп төнгенде Аллаға тапсырайық дегендер. Алла бәрін орналастырады дегендер діннен шығып кәпір болып кетуі мүмкін. Жоңғар шапқан кезде Аллаға тапсырайық деп шалқаңнан түсіп жатпайсың, қарекет жасайсың. Соғыс келгенде Аллаға тапсырайық, бала шағаңды жау келіп қырайын деп жатқанда, әйеліңді, қызыңды қорлайын деп жатқанда Аллаға тапсырайық деп қойып, қисайып теріс қарап жатпайсың көрпеңде. Кімдегі ұлт басына күн туғанда Аллаға тапсырайық деп, қайдағы бір адамның ақылына сыймайтын пәтуаларды айтатын болса, ол діннен шығып кәпір болып, Алланың қарғысына ұшырауы мүмкін. Алла бірінші қарекет жаса деді бізге. Қарекет жасау керекпіз. Елімізге жау шапты, ол Қарақытай. Ақыр заман болғанда Қарақытай қаптайды деген осы. Біздің 3 жауымыз бар. Ата жау Қытай, ата жау Орыс, ата жау Қызылбас Иран. Үшеуі де тарихтан бері біздің ата бабаларымызбен алысып жұлысып келді. Қазақтың мықтылығы сол. Қытаймен 4000-5000 жыл соғыстық, берілген жоқпыз. Біраз жерімізден айырылдық. Ираннан мына Каспийдің біраз жерін Иран алды. Анау Иранның солтүстігіндегі анау үстіртті жер біздің жер ол. Мына сол Иран сарттар ақсақ темірді қаруландырып біздің біраз жерімізді алды. Ол тарихты білесіздер. Енді міне ата жау Орыс соңғы 3 ғасыр бізді қынадай қырып көктетпей отырған. Осы үшеуімен де одақ болып міне Тоқаев, Назарбаев отыр. Назарбаев, Тоқаев жүйесі құламай ештен көз көрмейді. Қазіргі біздің бірінші жауымыз осы Назарбаев, Тоқаев жүйесі. Назарбаев кетті, Тоқаев жаңа Қазақстан құрады деген қазақ кәпір. Кәпір, екі дүниеде қор болсын ондай қазақ. Назарбаев кеткен жоқ, оның әулеті ұстап отыр. Болат Назарбаев байлықты ұстап отыр. Күйеу баласы Құлыбаев бүкіл мұнайыңды, газыңды, байлығыңды ұстап отыр. Қыздар ұстап отыр. Дариға қош сау бол деді де кетіп қалды депутаттан. Сотталған, қамалған жоқ. Бүкіл әулетімен отыр. Бұл жүйеде ештен көз көрген жоқ. Сондықтан күрес жолына аттан қазағым. Құрметпен Серікжан Біләшұлы.